Сәлем балақай, тілімізді жаттықтыратын уақыт келді. Олай болса балақай, бүгінгі видеомызда заттарды көпше және жекеше түрде айтып үйренеміз балалар. Балалар, егер де бір ғана зат болса, біз оны жекеше түрде айтады екенбіз. Ал 2, 3, 4 тіпті одан да көп болса, біз оны көпше түрде айтады екенбіз. Мысалы, бұл жерде бір ғана алма бар. Сол себепті алма деп айтамыз. Ал келесі суретте 3 алма бар екен. Сондықтан біз оны көпше түрде айтады екенбіз. Яғни алмалар деп айтады екенбіз. Олай болса балалар, заттарды көпше және жекеше түрде айтуды бірге үйренейік. Ендеше менен кейін даусыңды шығарып қайтала. Мысық, мысықтар. Сиыр, сиырлар. Кірпі, кірпілер. Балалар, неліктен біз кірпілер деп айтамыз? Себебі бұл жерде тек бір ғана кірпі емес, 5 бірдей кірпілер бар екен. Сол себепті біз оларды кірпілер деп айтамыз балалар. Келесі құс, құстар. Балық, балықтар. Гүл, гүлдер. Жапырақ, жапырақтар. Үй, үйлер. Көлік, көліктер. Ойыншық, ойыншықтар. Алма, алмалар. Саңырау құлақ, саңырау құлақтар. Балалар, саңырау құлақтар жаңбыр жауғаннан кейін өседі екен. Келесі тәтті, тәттілер. Балалар, бұл суреттегілердің барлығы да өте тәтті екен. Сол себепті бір сөзбен тәттілер деп айтамыз. Келесі сусын, сусындар. Балалар, біз сусындарды ішіп, шөлімізді басады екенбіз. Келесі жеміс, жемістер. Жарайсыңдар балалар, заттарды жекеше және көпше түрде айтып үйрендіңдер деп ойлаймын. Балалар, егер де түсініксіз болса, видеоны қайталап көріп, жақсылап біліп түсініп ал. Ендеше балалар, сау болыңдар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, мені қуантып қоюды ұмытпаңдар.